Жың черіш көйлекті 145 қып бергенде, мына чапандарды 199-дан. 100 сет жүне, мына халқым. 10 жыл киіп, мынаның сапасын өзгерте алмайсыз. Мына қара чапан іздеген әпекесіңіздер, міне көрдіңіздер ма? Мынау қарасы және мибай реңі бар. Мынадан басқа, мынаның мынандай түрлері бар, мынау түймелі түрі, мына шушен, моды. Мына қанға сәлем бермей бір жүретін қыздарға мына белдігі жоқ па соны міне. Көрдіңіздер ма? Міне, белдігі жоқ деппін ғой, түймесі жоқ па соны. Осы гара-гара деплем, белдігін артына байлайсыз ба, алдына ма, киімді алып алғаннан кейін сіздің жұмысыңыз. Міне, көрдіңіздер ма? Осы жерден киімді әкеткеннен кейін мойныңызға артып аласыз ба, қолам қошынаға бересіз ба, ішкепке салып шіртіп етесіз ба, тышқанға жегізесіз ба, өздеріңіздің жұмыстарыңыз, соған бұл киімді алай киема, былай киема деп біреуден сұрамаймыз. Бұл дүниеде бар ғой, өз еркіндігімен, өз көзқарасымен, өз идея, өз ойымен жасаған адамды өз бақытты адамдар дейміз. Bir адамдар бар да, бір өмірінде өзіндік көзқарасы жоқ қой. Шіркін-ау, мынаны мен жақсы көрдім, мына киімді алам деп бұндай бір тұра алмайды ғой. Бір киімді алайын десе, досым айтты ақ деді, ана досым айтты бүйтті деп бір киім алу үшін бірден байына көрсетіп, бірден әке-шешесі, бірден туған қолам қошына дым қоймай, бір төрт алғаны 300 сом, 200 сомдық көйлек құрылтай ашады. Сонда неғылған бекершілік уақыт деймін ғой. Бір тез өзіңіз сүйген нәрсеңізді жарасын жаралмасын, бір киетіндей, бір гаш бірдемеге бүйтіп кесіп айтатындай бір жүректілік болсыншы. Сіз бала тәрбиесін анамыз ғой бәріміз. Сіз сондай ти-ти-ти деп ана бір жұмысыңыздың басын шығара алмайтын бірдемеге гаш мынау былай еді екі адамның алдында бір сөзіңізді кесіп айта алмайтын осындай ынжық болсаңыз, балаңыз сондай болады. Неге? Ол әлгі ұядан не күшсе ұстыққанда соны алады деген сөз не? Ол үйде не тәрбиені көрсе далаға шыққанда солай болады. Егер сіз өзіңіз бір керемет жақсы кескін балаға жақсы қарамайтын адам болсаңыз да, сіздің балаңыз жаман болмайды, мен сізге айтайын. Неге де? Өйткені сіз балаға қарамағанмен басқа істерде біреулерге жол көрсете алатын осындай кескін, батыр, қайсар осындай болсаңыз, балаңыз сізге оқшайды. Сіз өзіңіз балама атақты қарап еттім, шуақ тамағын бердім, киімін жудым, шомылдырдым, бірдеме қылдым, тырнағын алдым дегеніңізбен сіз ез адамға жақсылық қылмайтын, өміріңізде бір нәрсеге өкім шығармайтын, дұрыс қатесін айтпайтын, зада әлгі мыжылып елдің астында жасайтын андай адам болсаңыз, онда сіз сондай білен тәрбиелейсіз. Құтыңыздар ма? Соған зиян тарсаңыз да жаныңыз шықесе де өз көзқарасыңызбен жүруді үйреніңіздер. Өз табан идеясына табанды болатын өзінде бір өзіндік көзқарас бар адам біреуге опасыздық қылмайды. Мына дүниеде ана жұмлақтауызды қоймыз ғой, былай қаттырақ сөйлесең, былай ауып кетті, былай қаттырақ, былай осындай адамнан қорқыңыздар. Мына біз сияқты адамнан қорқпаңыздар. Айтамыз, істейміз, әлгі бетің жүзің демейміз, кейбір сияқты артынан алмаймыз, арты емес, тасқалдық қылмай экранда елді боқтап, өзімізді боқталсақ та, соған әрбір нәрседе кескін болуды үйреніңіздер. Мына көйлектерді айттым бағана қыз